Шымкент қаласы. Абай облысы. Сәйкесінше мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрдайым осы спорт саласына, оның ішінде бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөліп отырады. Біздің облысымызда да осы спортты жан-жақты насихаттауға үлкен көңіл бөлінеді. Жыл сайын жаңадан спорт ғимараттары салынады. Бүгінгі күні облысымызда 1628 спорт ғимараты бар. Каждый спортсмен, выходящий сегодня на ринг, это будущее казахстанского спорта. И мы верим, что наши молодые спортсмены продолжат славные традиции наших выдающихся боксеров, чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира. Бүгін Шығыс Қазақстан жерінде бір үлкен жақсы той болып жатыр деп айтуға болады. Қазақстан түкпір-түкпірінен 20 облыстан 420 боксшы қатысып жатыр. Бұл боксшылардың араларында Азия чемпиондары бар, әлем чемпиондары бар. Бұл жарыста аға бапкер Мақсат Бақтыбазаров ұлттық құраманы іріктеп алады да, келесі жылы Азия чемпионаты бар, әлем чемпионаты бар. Осы жеңімпаз болған боксшылар келесі жылы ел намысын сол жарыстарда қорғайды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алдағы қаласа жәнегі жарыстарда бауырларымыз тек қана биіктен көрсін. Қазақтың көк байрағы сол биіктен желбіреп жүре берсін.